Мен бала кезде кино актері болам деп армандадым. Мен студент болсам да, мен өзімнің группаластарыма мен сабақ бергем сол уақытта. Бәйтен Омаровтың шеберханасында оқыдым. Студенттегі система мандай болды. 4-ші курсқа да, 3-ші курс, 2-ші курсқа да стоп қойғанбыз. Сендер қайдан шыққансыңдар, қандай дәусіңдер, қандай генийсіңдер, қандай жұлдызсыңдар деп. Өнердегі жолыңды қалай бастадың? 4 жігіт болып Арлан деген группа аштық. Орда тобы, жігіттер тобы болды, Бақай болды. Солардың қатарында біз ілесіп жүрдік. Болат Атабаев театр ашып жатыр. Баритон болып оқыдым ғой Жүргеновте. Ойланып тұрды, сен баритон емессің, сен тенорсың деп. Төлеген, Жібек, Бекежандардың 3-4 составтары бар. Ал мен жалғызым. Бірінші гастролім, бірінші сахна шыққаным менде. Екеуін сөзін ауыстырып аламын. Атабаев режиссердің арқасында біз Европаны көрдік, Африкаға да апарды. Алжир мемлекетіне апарды, фестивальға. Бүкіл әлем бойынша Азия елінен Жапон мен Қазақстан ғана барды. Алатау театры ашылып жатыр. Бар көрсей деді маған. 2 ай бесплатно жұмыс істедім сол театрда. Сен ол Алатау театрына дейінде біраз киноға түскендеріңді де білеміз. Алғашқы сондағы киноң Жел қызы. Жел қызы болды. Ғашық жүрек, тракторшы махаббаты арай кете берді ғой енді. Главный рөлім жоқ менің негізі. Маған неге главный рөл берілмеді деген қызғаныш ішінде болған жоқ па? Кішкентай рөл болмайды. Кішкентай актер болады. Қайырлы кеш, қымбатты біздің номер 1 подкастымыздың көрермендері. Бүгінгі біздің қонағымыз театр және кино актері, Қазақстанның мәдениет саласының үздігі актер Дәулет Арипов келіп отыр. Қош келдің, Дәулет. Қош көрдік. Және бүгінгі менің әріптесім, ақын қызым Әлия командировкада жүргендіктен, оның ізбасары, СДУ студенті, болашақ журналист Сандуғаш Бейсебай. Қош келдің, Санду. Кеш жарық. Барлығы сізді актер ретінде таниды. Сіз өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, өнер жолына қалай келдіңіз? Қайырлы кеш. Номер 1 подкасттың көрермендері, шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Қонақ қылып, менің өнерге деген құштарлығым ол бала кезден. Барлық адамзаты дейміз ғой, адамзатының арманының бәрі бала кезден басталады. Мен өнерлі отбасынан туылғанмын. Әкем актер, режиссер, конферанс, иллюзионист деген сияқты көп мамандықты игерген. Әкем актер болғандықтан мен өнер жолын таңдадым. Мен бала кезде кино актері болам деп армандадым. Менде театр кейін келді, кейін келе осы Алматыға келген кезде театрдың несін көргендіктен мен сол театр таңдап кеттім. Бірақ киноны да алып жүрміз қазіргі таңда. Мен бала кезде кино актері болам деп армандағам. Сол боз бала кезде сол мен әкем культураның бастығы болды, ауылдағы клубтың меңгерушісі болды. Сондықтан біз сол 2 жыл, 3 жыл әзілкеш театр деген театр құрылды. Сонда жұмыс істедім. Одан кейін өнерді таңдап, ары қарай актер болып, сықақтар оқып, интермедиялар ойнап, бала кезде, сол боз бала кезде, Бауыржан шоудың дүрілдеп тұрған кезі ғой енді. 90-шы жылдар. Соларды копия қылып ойнап деген сияқты журналдардан алып, енді әкемде актер, режиссер болғандықтан өзі де жазатын. Арман қуып Алматыға келдік. Алматыға келіп, қай жылдар? 2000 жылы. Мен 2 жыл 98-де бітірдім, 11-ді. 98-де бітіріп, 2 жыл сол әзіл кеш театрының актері болып, 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы болды. Сонда Жүргеновке келгенбіз. Әкем алып келген Жүргеновке. Негізінде Жүргеновке 1 ай бұрын келеді екен. Даже 2-3 ай бұрын келіп дайындалады екен. Мен 3-ақ күн қалған кезде келіп тұрмын ғой. Білмейміз ғой енді. Әке барайық. Әкемді аға дейтінбіз.
аға барайық деп өзім Талғат Теменовке апарам дейтін. Өзім Талғат Теменовке апарып түсірем. Атақты режиссер, кинорежиссер, театр режиссері. Мақұл, жарайды деп жүрдік дағыны. 3 күн қалған кезде келдік. Мен енді дайынбыз ғой енді, бірақ этюд деген не екенін білмеймін. Ол кезде енді ауылдан өскенбіз, қарапайым клубтан шыққан актерміз, әншіміз, өзімізше сол балалық шақтың әншісі ғой енді. Ауылдың әншісі. Ауылдың әншісі. Әуесқой театрда жұмыс істедік. Келіп 3 күн қалған кезде мынау 3 өлең керек, 3 поэзия керек, 3 ысқақ керек, сол дайынсың ба, этюд керек деген соң, ол не біле? Ол не сұмдық Құдай-ау деп. Сонымен түсіндіріп айтты. Поэзия бәрін жаттап, түнімен жаттап. 3 күн қалған. 3 күн қалған кезде өтіп кеткенбіз. Сөйтіп жаңағы. Сол бала кезде әкеміз актер болған соң, өнер отбасы болған соң, бәрі маған қиындыққа түскен жоқ. Өтіп кеттік сөйтіп. Емтиханнан пропуска береді. Пропускадан алып өтіп кеткенбіз. Муздрама, драма и эстрада деген факультеттер болды. Ол не біле? Муздрамада әнші де боласың, актер де боласың. Драмада тек актер боласың. Эстрадада тек әнші боласың. Қайсысын таңда? Өлең айтамыз. Актер де бола берем, муздрамаға түсемін дедім. Алғашқы ұстазым негізінде жағы мен Елебеков колледжі бар ғой, Елебеков колледжінде түскім. Менің алғашқы ұстазым, өнердегі ұстазым Бәйтен Омаров. Сол кісі болды. Ең алғашқы ұстазым. Одан этюдті де мен екінші көмекшім боласын деп, мен студент болсам да, мен өзімнің группалас еді ғой. Группаластарыма мен сабақ берген сол уақытта. Этюд қалай болатын, әнді қалай айтатын. Ең сенде опыт болып тұр ғой, ауылда сен, мен білуімше сен өзіңнің қатарластарыңмен бірге оқуға түскен жоқсың ғой. 2 жыл ауылдағы театрда жұмыс жасадың, иә? 2 жыл ауылда. Сенде опыт бар болып тұр ғой ауылда. Мен енді 3 жас дала театры болып тұр ғой сенде. Әуесқой театр ғой. Әуесқой театрдан келіп отырмыз ғой. Бәйтен Омаровтың шеберханасында оқыдым. Одан кейін марқұм Жайлау Жабагин ұстазым Жүргеновтегі. Айдос Бектеміров. Сол кісілердің қолында өстім. Академияда да Жүргенов. Академияда да 1 жылдай өзінің группаластарыма да сабақ бердім. Ритмикадан сабақ бердім. Актерскийден сабақ беріп, көмектестім. Өзімнің ұстазыммен қасында отырып, мынандай болады. Дәулет, саған тапсырдым, сен дайындай бер деп кетіп қалатын. Мен өзім сондай ұстаз болып кеттім да. Сондай қабілет болған соң ба, әрі сен өзің қатарыңнан үлкен болып тұрсың ғой. Үлкен болып тұрмын. Білген соң менен сұрайды. Қалай болады? Күніне 2 этюд тапсыру керек. Мысалға, этюдте маймылдың, арыстанның, или адамның автобуста кетіп жатқан бір басы, ортасы, соңы бар бір оқиға құрау керек. Үнсіз қимыл дейді. Соның бәрін мен сабақ бергем. Жүргеновті 2000 жылы түсіп, 2005-те бітірдім. 2001-де түсіп, сіз оның барлығын білгенсіз, барған соң 1-2 күн түсіндім дан ары алып кеттім ғой. Этюд не екенін. Неше жас кішкентайдан білдіңіз? Бұншалықты мен 3 жас кішкентайлармен оқыдым ғой. Система болды, иә? Системаны жоқтығында. Кездегі система. Студенттегі система мандай болды. Студенттегі система 4-ші курс, 3-ші курс қайтады, 3-ші курс, 2-ші курс қайтады, 2-ші курс, 1-ші курс қайтады. Біз прямой 4-ші курсқа да, 3-ші курс, 2-ші курсқа да стоп қойғанбыз. Курстың ең бойы кішкентай мен, ең жасы, 2-ші үлкені сен. Үлкені мен. Барлығы енді сіз сол жайында мазақ қылған жоқ па? Жоқ, о жағынан мазақ қылған жоқ. Студент өмір мен үшін қызық өтті. Сосын 1-ші, 2-ші курста ма системаны тоқтатамыз деп
бәріне стоп қойдық. Мен группаластарым бәрі ірі здоровый болатын. Сендер қайдан шыққансыңдар, қандай дәуісіңдер, қандай генийсіңдер, қандай жұлдызсыңдар деп шықты. Негізі бірінші курста жұлдыз болып барады, екінші курста жаңағы орташа актер болады, үшінші курста жай актер болады, төртінші курста жай актер болады. Бірінші курста халық әртісі болады ғой негізі. Халық әртісі болып жүргенбіз бірінші курста. Сонымен үшінші курс шақырады, төртінші курс шақырады. Бәрі мен группаластарым ірі қазір белгілі актерлар, олар ірі актерлар. Ертең біз театрға, кинода барғанда сен мысалға груз етсем, сен ұрсам мысалда, сен қалай ойнайсың ертең? Бәріміз өнерліміз. Ертең сахнада бірге кездесеміз, площадкада бірге кездесеміз деген соң. Жоқ деп, сонымен бізге тиіспей жүрді. Тиісетіне тиісті ғой енді. Бірақ біз бір жыл біз кеткенше тоқтатқыздық деп ойлаймын, бірақ болған шығар енді араларында. Қатты бөспей ақ қойын, бірақ бізге тиіскен жоқ, біз тиіскізген жоқпыз. Біз танитындарды, бізден кейінгі оқыған жігіттер мен қыздарды. Екінші курста жай жүре береміз бе деп топ аштық. 4 бала болып, Асан Мәжит бар, Ерлан Хайрушев бар, Мереке Шаймұрат деген жігіттермен 4 жігіт болып Арлан деген группа аштық. Ол кезде енді қазір көп қой енді группалар. Ол кезде жағы Музарт шығып жатқан, қазір белгілі АБК болған, АБК одан алдын болды ғой. Жалпы солардың атақты кездері. Орда тобы, жігіттер тобы болды, Бақай болды. Солардың қатарында біз ілесіп жүрдік. Бірақ бізде студент кезде, өкінішке орай продюсер болмады. Өз ата-анамыз продюсер болды. Бір 3-4 жыл кішкене жұлдыздау ауруына ұшырадық. Барлығы сондай болды ғой енді. Болады. Жас кезде. Арлан деген топ ашқанбыз. 2-3 клип бар, 3 ба. Сосын отбасылық жағдайға байланысты ол группада мен шығып кеттім. Сонымен екеуі қалды деген сияқты. Сонымен жайлап әркім өзінің. Қазір сол Арлан тобында бірге болған жігіттер актер ма қазір? Әрине. Қазір елге танымал актерлігін жалғастырып жатыр ма? Актер Асан Мәжит деген актер, Ерлан Хайрушев деген актер, Мереке Шаймұратов әнші актер. Енді қатты танымал болмаса да актер ғой. Өз орындары бар я. Жалпы енді Дәулет, өзіңнің жаңағы театрдағы оқу бітіргеннен кейін өнердегі жолыңды қалай бастадың? Ауылға кеттің ба, жоқ Алматыда қалдың ба? Қай театрдан бастадың? Жағы Арлан тобынан қош айтысып, отбасылық жағдайға байланысты үйлендім. Әке-шешем үйлен деген соң ауылға кетіп, үйленіп, Жетісай драма театрында, Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрында жұмыс істедім. 1 жылдай істедім. Сосын Асан Мәжит, Ерлан Хайрушевтар Алматыда театрда еді. Ол қандай театр екен қазір айтам. Маған хабарласты. Болат Атабаев театр ашып жатыр. Сен керексің, келсей брат деп сондай. Дауыски дейтін мен. Дауыски кесей. Бәрібір Алматы тартып тұрды ғой сен енді бәрібір. Жоқ, тартты, бірақ отбасыға байланысты мен ауылда қалам дедім ғой. Ауылда жүрем дедім. Сонымен әке-шешем де қой сен дипломың күйіп кетпесін. Обал болма, армандаған арманыңа жет деп мені Алматыға жіберді қайтадан. Бірақ іштей бәрібір өзің келгің кеп тұрды ғой енді. Үйдің кенжесімін, үйде қалу керек деген тұрды да мына жағыңда. Бірақ іштей сен Алматы бәрібір тартып тұрды ғой. Арман. Сонымен бірақ айта алмайсың, кетейінші деп. Сонымен Асан Мәжитовқа хабарласып кесей Атабаев, Болат Атабаев театр ашты. Сен керексің. Көр
кастинг болайын деп жатыр, сен көр деді. Жарайды деп бардым. Келдім Алматыға. Бірақ Атабаев сендерде академияда жүргенде сабақ берген жоқ. Жоқ, ол жеке өзі студент қабылдап, өзінің студенттермен театр ашты. Соларға актер жинады. 2 жыл төмен оқыған студенттері. Сонымен шақырды, келдім, кастинг 2 өлең айт деді. 1 өлең айт деді. Қараторғайды. Мен ол кезде баритон едім. Баритон болып оқыдым ғой енді Жүргеновте. Мақсұт Оразович деген ұстаздан баритон болып бітірдім. Сен тыңдап тұрды да қайтадан айтшы деді. Атабаев келеді, анау баритон дауыспен айт. Қандай ән айттың енді сол? Қараторғай ғой. Соны айтсам, өзінше ала шарфы бар, айналып тұратын. Шұқылап тұрды басын. Қайтадан айтшы деді. Соны үшінші рет айттың ба? 3 рет айтқызды. 2 рет айтқызды ғой енді. Ойланып тұрды, сен баритон емессің, сен тенорсың деді. Жоқ, аға, мен 4 жыл оқыдым, баритонмын деп, анам бүйтіп тұрмын ғой. Мен 25 жастамын ол кезде. Жоқ, мен баритонмын, жоқ, сен тенорсың. Так, сен жұмысқа қабылдандың, 1 апта уақыт берем, Шегенің ариясын дайындал деді. Соған өтсең, өттің, өтпесең ренжіме деді. Ал менде паника. Тенор мен баритон жермен көктей ғой, жоғарғы сольды алу керек. Баритон миді алады. Сонымен дайындалдым. 1 аптаның ішінде бір тыңдатты, Шеген ариясын айтып, өттім, 1 тыңдатты, все, кеттік гастрольге деді. Оңтүстік полный 1 ай айналып шықтық. Жалғыз өзім Шеге? Оңтүстік полный айналып шықтық. Жалғыз өзім партнер, менде 2 состав болған жоқ. Тамағым бүйтіп сақтап жүремін, су ішпеймін, не істерім білмеймін. Қалғандар мысалға Төлеген, Жібек, Бекежандардың 3-4 составтары бар. Ал мен жалғыз. Мен бір тамағым кетсе бітті ғой. Айтамайым, спектакль 0. Күніне 2 рет ойнаймыз еще. Сіз шығарып жіберетін. Жоқ, срыв болады ғой, спектакль біз гастрольде жүрміз ғой. Түркістаннан басталды, айналып бүкіл Қазақстанмен келіп, Қарағанды, Балқашпен айналып келдік. Марқұм Болат Атабаев бәрін Қыз жібек спектакльмен шықтық қой. Коварство, любовь, зұлымдық пен махаббат деген 2 спектакльмен шықтық. Оны көп ойнаған жоқ, Қыз жібекті көп ойнады, күніне 2 реттен. Сағат кейде 12, кейде 4-те, 7-де, или 8-де деген сияқты. Енді әр ауданның уақытысына байланысты, келуіне де байланысты. Сонымен айтайын дегенім, жалғыз өзім Шеге болғандықтан сольді алып жүрдім ғой. Соларға жүрдім. Бірінші гастролім, бірінші сахна шыққаным енді. Қорқыныштар болды. Енді аяқ дірілдейді ғой, енді қорқыныш қой. Мен вотпен кірдім. Өйткені қойылып болған спектакль ғой, енді жаңғырдан емес. 7 ария бар, барлығы жоғарғы нота, 7 арияны бір спектакль дейді, текстер бар ғой енді. Бірінші ариясын тотыдайын таранған ғой, тотыдайын таранған, сұңғардайын сыланған. 2 арияның музыкасы бірдей, әуені бірдей да. Мен екеуін сөзін ауыстырып аламын ғой. Бірінші спектаклім и вот. Сосын қалай алып маған тек өлеңді ғана жаттадым, текстерді білем. Алматыда Сасқаннан ғой енді. Алматыда бір көрсетіп шықты сахнада. Неден шығасың? И гастрольге барған кезде Түркістаннан басталды. Сахнасы тар. Түркістаннан басталды сахнасы анау. Неден шығасың? Ана арияда мерден шығасың. Бір репетиция. Вотта сондай ғой енді. 1 рет береді, или максимум 3 рет береді, болды. Сен күндіз-түні дайындамайды. Үнемі жағы репетиция бермейді саған. Сөйтіп, дедім да, мен бәрін текстте, жоғарғы нотада, андай, сольда ляға кетіп қаласың, солға ляға кетіп қаласың. Сонымен ауыстырып алдым ғой 2. Сол кезде есіңізде түсе ма?
тақалған кезде есіңізге түседі? Тақалғанда емес, айтып бітіп атып, мен бұрыламын ғой бүйтіп. Иә. Басқа текст айтып тұрмын ғой. Барлық жастар ғой енді. Бәрі маған көздері бақырайып кеткен, банкі дейді ғой қазір тілмен. Не айтып тұрсың деген сияқты. Нормально айттым ғой деген сияқты. Бүйтіп қарайында сөзіме қарасам басқа сөз ғой, миыма тық ете оппа, біттім. Ойнап жатырмын, бірақ арқада актерский алып кетіп жатырмын, актерский алып жатырмын. Екінші арияға келген кезде ана сөз айтамын, наоборот айтамын ғой енді. Екі сөз бірдей болып қалмасын деп. Сонымен не істерімді білмеймін, бітті. Сонымен Көкшетауға кеттік, Бурабайда. Айтып жүрміз ғой енді, спектакльге Қызылордаға кеттік, ары қарай жағы айналып кетіп жатырмыз. Келген кезде Атабай шұқылап отыр. Бәріміз отырмыз, әңгімелесіп. Қатты қорқатынбыз, Атабай бен строго ғой. Шұқылап отыр. Дәулет би саған айтайын дегенім дейді. Тыз ете қалды уже. Дәрі пайда болды. Жарайсың, молодец. Бәрін алып шықтың, актерский менде, неменде. Онда енді гениальный актер бірден шықпайды. Бір ашық емес, ол білінген жоқ, ол бізге білінгенмен, басқа елге білінген, көрерменге білінген жоқ. Ол да түсініп тұр ғой, енді сен алғашқы шыққаныңды білдірмедің деді. Одан кейін тағы да бір екінші гастроліміз болған кезде тағы да шеге болды. Бірақ основной аким келетін кезде, сыйлық қонақтар келетін кезде мен ойнататын. Главный сен болдың. Иә. Бәріміз сахнада жатамыз. Кім ойнайтынын білмейді ешкім. Бесат сасақтан бар ғой. Кім ойнайтынын білмейді. Жатамыз. Ана материал ғой енді, тау болады, су болады. Көрген шығарсыз ол кезде. Иә. Тау болады, бәріміз бір тесіктің арасында кім болады. Бірақ мен шеге болатынын білемін ғой енді. Кім болады. Сенен басқа ешкім жоқ. 2-3 минут қалған кезде уже занавес ашылатын кезде сен шеге, сен Төлеген, сен Жібек, сен Бекежан деп айтып кететін. Соған дейін бәрі собрный жүреді да, дайын жүреді да. Бір күн бұрын айтса ана лағады ғой. Соған дейін бәрі қазір мен кім болады екен деп 2 минут қалған кезде айтады ғой. Не деген режиссер Атабай. Марқұм Болат Атабай мықты ғой. Мықты режиссер. Қазіргі таңда қолтаңбасы қалып кетті, кітабы бар, өсиеттері бар. Сендер сонымен Ақсарай театры болып қалдыңдар ғой. Сонымен Ақсарай театры болып құралдық. Мерекелік кештерде де жұмыс істеп жатырмыз. Жастарды бақытты қыламыз. Қазір бар ма Ақсарай театр? Қазір театр жоқ. Біз қазір мерекелік кештерде қызмет жасаймыз. Ақсарай театры дүрілдеді 2006-дан бастап. Сол 2015-ке дейін. 10 жылдай. 10 жыл. 9-10 жыл. Атабай режиссердің арқасында біз Европаны көрдік. Көптеген біраз елдерге апарды. Германияға, фестивальдарға апарды. Грузияға апарды. Францияға апарды. Көптеген Европаның көптеген қалаларында да қыдырдық. Даже Африкаға да апарды. Алжир мемлекетіне апарды фестивальға. Бүкіл әлем бойынша Азия елінен Жапон мен Қазақстан ғана барды. Фестиваль. Енді ол жарыс емес, ол жақта бізде жарыс болды қазір. Ол жақта жарыс емес, фестиваль бір-бірімен өнер алмасу да. Актерлар мен актерлар, режиссерлар тіл табысып бір-бірінен багаж жейді ғой. Иә. Өнер алмасады. Өнерлерінді алмастырып. Ол деген үлкен сабақ болды ғой. Үлкен тәжірибе алдық. Әліге дейін таңда сол Атабаевтың арқасында дисциплинамыз бар. Атабаев театры деген. Атабаев театр десең, Атабаевтың актері, Атабаевтың театрында жұмыс істеген. Ақсарай десең. Көп актерлар, көп өнер адамдар сыйлайды. Үлкен рахмет сол Атабаев. Болат Атабаевқа. Атабаев театрынан кейін, Ақсарай театрынан кейін мен Жемпи дейді ғой, қазір Жемпу ма? Жемпуда. Қыздар мемлекеттік университеті. Қыздар мемлекеттік университетінде ұстаз болдым. Актерскіден сабақ бердім, спектакльдер қойдым. 4-5 спектакль қойдым мен. Нақтылап айтқанда 4 спектакль қойдым. Өзіндік орынды ұстаздық ретінде, режиссер ретінде
өзім қолтаңбамды сол университетке қазір қойып кеттім. Сосын ұстаздан да жалыққанда мен актерді сағындым. Сахнаны рөлді сағындым, рөлді сомдауды сағындым. Сосын мынау Алатау театры ашылып жатыр. Жинала актерлар іздеп жатыр екен. Барып көрсей деді маған достарым, актерлар. Барып көрдім, Жұлдызбек Жұманбай деген режиссер, актер белгілі. Сол кісі режиссер. Мен первашым ол. Сол кісіге бардым. Дәуке, бізде санаулы орын бұл жерде дәстүрлі әншілер, дәстүрлі ақындар, актерлар бар енді деді. Сахнаны сағындым. Жүре берейші, тоғым болса да, светім болса да, театрда жүре берейші дедім. 2 ай бесплатно жұмыс істедім сол театрда. 2 ай жалақысыз жұмыс. Кім болып жұмыс істедің сонда? Актер болып кірдім, бірақ ойнап жүрмін да, бірақ жалақысыз. Сосын 2 ай өтті да, орын бар ма деді, орын болса кіргізем деді. Орын бар ма дедім. Орын бар деді. Директорға кірді. Ол өзі Обаева Дина еді, худрук бар деді. Сонымен кіріп кетіп, біз қазір таңда сол театрмен жұмыс істеп жатырмын. Алатау дәстүрлі өнер театрында актер және режиссердің көмекшісі болып жұмыс істеп жатырмын. Енді сомдаған рөлдерің жайлы айтсаң, сен ол Алатау театрына дейінде біраз киноға түскендеріңді де білеміз. Алғашқы түскен киноңды айтсаң. Кино жайлы, кино әлеміне келетін болсақ, Тракторшы махаббатынан танимыз ғой? Тракторшы махаббат. Мен алғашқы кином Ақсарайда жүрген кезде бір жігіт келді, кастинг деп. Ол кезде сотка деген болатын. Қазір айфон ғой, ол кезде жоқ еді. Бар болса жеріне кирпич сондай. Соткамен түсіріп алды түрімді. Ертесіне қайтып келді, сені таңдады. Киноға сен кеп тұрсың. Қайсы киноға? Айтайын ғой қазір енді. Кеп тұрсың, бір эпизод бір не түсіріп берейікші, проба түсіріп берейікші деді. Жарайды деп бит ойнадым, текст берді, 2-3 текст ойнадым. Болды, сен келсең, кел Қазақфильмге деді. Қазақфильм арқылы түсіріп жатыр. Режиссері Жасұлан Пошанов, Жел қызы деген. Короткий деген роль екен. Соған шақырды, тағы да утвердительный не дейді ғой, сондай проба түсірді. Давай, түсейік. Атабаев, бар давай, жұлдызың жансың деп жіберді. Сонымен барып, 40 күн ба, 30 күнде түстік. Шуға барып түстік. Қала трасса дейді ғой, көшенің бойында түстік ол кезде. Алғашқы сондағы киноң Жел қызы. Жел қызы болды. Алғашқы кином Жел қызы. Оның қиындығы да болды, қызығы да болды, шыжығы да болды. Кино әлеміне 2009-дан басталды ғой. Ары қарай Асқар, Ғашық жүрек, Тракторшы махаббаты арай кете берді ғой енді. Көптеген кинолар кете берді. Эпизодымен, второстепенный. Главный рөлім жоқ мен негізі. Мен второстепенный, капризный, мейірімді емес, сонда бір жағымсыз рөлдер келетін маған. Неге екен білмеймін. Одан кейін бір анау Тракторшы махаббатында енді участковойды ойнадым ғой. Одан кейін көптеген қазіргі бір 4-5 рөлді отказ бергем негізі. Милицияға келесіз, сен бір ампулада қалып қаласың ғой. Керек емес деп 4-5 киноны отказ бергем. Жаңа айтып отырсың ғой, ешқашан мен главный рөлді ойнамадым, екінші рөлді ойнадым деп. Второстепенный. Второстепенный. Екінші бағыттағы рөл ғой. Второстепенный. Мысалы соны енді главный рөлді ойнамадым деген іште қызғаныш, сенде главный рөлді ойнап атқан адамдарға, актерларға қызғаныш болмады ма? Неге мен постоянно екінші рөлдемін? Маған неге главный рөл берілмеді деген қызғаныш ішіңде болған жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ, өйткені менің типаж дейді ғой. Ол қынжылып, ішіңден бір сондай обида болмайды ма вообще? Ондай болған жоқ. Актерға рөлдің бәрі бір дейдеш? Кішкентай рөл болмайды. Кішкентай актер болады. Дұрыс айтасың.
қызғаныш ешқандай болған жоқ, өйткені мен типажым сондай келіп тұр. Егер де главный рөлдегі типажым болса ойнар едім. Бірақ болды менде әкімнің рөлі. Бірақ ол главный емес, бірақ главныйға жақын, екінші пландағы рөл ғой. Әкімнің рөлін ойнадым. Сол менің сомдаған рөліме байланысты сол бағыттағы кино болып шықты да. Жалпы екінші рөлде ойнап-ақ елдің көңілінен шығуға да, жақсы актер екенін дәлелдеуге де болады. Дұрыс қой, мысалға Никулин екінші план, үшінші пландағы актер ғой. Ол дөңгелекті тепсе де, не қылса да бірінші планға кетіп қалатын актер ғой. Актерға байланысты оның бәрі. Дұрыс айтасың, негізі актерға байланысты. Актерға байланысты. Сен екінші планда жүріп те көрерменнің көңілінде қалу, көрерменге өту үшін ол актерға байланысты. Дұрыс айтасың. Қай салада болсын, театр саласында болсын, главный, мысалы төлеген болса да, сен шеге болып тұрсаң да, или атасы болып тұрсаң да, или қасында досы болып тұрсаң да, или масса болып тұрса да, сен ол көрерменге өз-өзіңді от болып жанып тұрсаң, сен есінде қаласың. Бірақ маған сен театрдағы осы Құнанбайдың рөлін ойнадың, Жоқ, Сүйіндік. Сүйіндік Құнанбайдың әкесі. Абай Тоғжанның спектаклінде Тоғжанның әкесі Сүйіндікті ойнадым. Тура өзің рөліңді таптың ғой сол кезде. Мен сені танымай қалғам, шын айтқанда. Сен өз рөліңді сендіре алдың ба? Сендіре алдың. Сүйіндікті сен сендіре алдың. Сендіре алсам, сендіре алсам. Сен нағыз театр актер екенін көрсеттің сол кезде. Маған больше кинодан гөрі театр актерлығың маған қатты ұнады, шын айтқанда. Менің театрдағы көптеген рөлдерім бар. Алла қаласа, театрымыз қазір күрделі жөндеу үстінде. Сіздерді шақырам. Бұйыртса. Жалғыз ол рөл емес, менде сол театрда көптеген рөл сомдаймын. Сол кезде шақырам сіздерді. Қандай спектакльдер атап өтсең? Алатау театрындағы. Алатау театрында көптеген спектакльдер бар. Қандай рөлдерді спектакльдер? Қай спектакльдің қандай рөлін ойнап жатсың? Жол барыста Сүйінбай атамыздың рөлі бар. Әгуға Игайда Алдар Көсенің рөлі. Мамлюкте Мамлюктің рөлдері, енді ол Мамлюктер дейді ғой енді ол. Вейдің рөлі деген сияқты екінші составтың. Қазір біз сізге сұрақ қоямыз, сіз ойланбастан бір-екі сөзбен тез жауап беруіңіз керек, дайынсыз ба? Сондай сұрақ дайындады Санду бізге, сізге бүгін. Театр ма әлде кино ма? Театр. Жетісай ма әлде Алматы ма? Алматы. Ет пе әлде палау ма? Ет. Шай или кофе? Екеуі де. Инстаграм ба әлде тикток па? Инстаграм. Кітап оқу или фильм көру? Екеуі де. Таңғы уақыт па әлде түн бе? Түнді тыныштығын берсін. Қатал режиссер или жұмсақ? Қатал режиссер. Ең сүйікті фильміңіз? Көп қой. Қайсы? Ойланбай тез жауап бересіз. Апокалипсис. Ол қазақтың киносы ма? Қазақтың киносы керек ба? Қыз жібек қой. Сен қазақ актерсың ғой? Енді сүйікті, енді ұнайтын деп жатқан ғой. Мысалы жалпы алсаң кино көп қой? Кино көп қой. Ең сүйікті актер? Қазақтан ба? Кез келген бола береді. Брэд Питт. Сахнадағы сіз армандайтын басты рөл? Кез келген рөл. Қалай ол кез келген рөл? Маған рөл болса болды. Армандамайды да? Армандамай, маған рөл болса болды. Рөл соны мен халықтың көңілінен шығып ойнасам болды. Маған главный рөл, кішкентай рөл емес, мен халықтың көңілінен шықсам болды. Бір күнде танымал болу ма? Или бір күнде президент болу ма? Екеуі де қиын сұрақ екен. Бір күнде танымал болу ма, әлде бір күнде президент болу ма? Президент болу қиын ғой, танымал болу. $1 миллион ма әлде Оскар ма? Оскар.
Өнер ме әлде ақша ма? Сіз үшін. Өнермен ақша келеді ғой. Даңқ пен танымалдық па әлде тыныш өмір ме? Тыныш өмір. Жетістік или бақыт? Бақыт. Өзіңізді үш сөзбен сипаттаңызшы. Қырсық. Красавчик. Актер? Актер. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Отбасымен бақытты болу. Егер өмірің кино болғанда, оған қалай атау берер едің? Жанр ма? Мен өмірің ғой, атау берсе оған. Жанр емес, атау бер. Қалауыңыз бойынша. Бақыт деген. Мысалы, Дәулет, қазір енді сен өзің актерсың, кино саласында да жүрсің, театр саласында да жүрсің. Мысалы, дәл қазіргі қазақ киносына не жетіспейді как актер ретінде? Сапа ма, жоқ әлде дұрыс сценарий жетіспейді ма? Драматургия жетпейді. Сценарий көп қой. Қазір айтатын болсақ, енді біреуге таяғың үш тиіп кетер, таяқтың екі басы бар ғой. Драматург да жетіспейді, актерлар да жетіспейді, режиссерлар да жетіспейді. Барлығы идеальный. Ол келе көп түсірген жақсы. Бір фильмнен қатқамай, жылына үнділер индийский сияқты 300-ге жоқ фильм түсіре беру. Өйткені ол еленеді, електен елейді да, көрермен халық көз таңдайды. Қазір футбол болып жатыр, Дәулет. Футболға жалпы қызығасың ба, жалпы жанкүйерсің ба футболға? Мысалы, қазір кімдер қалды футболда, чемпионатта қазір? Футбол қызығам, жанкүйермін. Кімдерге балет етіп жатсың? Португалияға балет еткем, бірақ ол шығып кетті ғой енді. Иә, бәріміз. Роналду. Өзегіміз жарып шығып кетті ғой. Енді қазір мен Өзбекстанға балет еттім. Енді балет еттік қой бәріміз, бірақ енді жүректің төбінде Роналду ғой енді негізі. Иә. Красавчик, футболист. Номер один. Болмысы да футболист қой. 41-ге келді ма, 41 жасында футбол тәуіп жүр. Өзінің 20 жас кішіндейлермен. Енді ол шығып кеткен соң, қазіргі таңда ең соңғы ертең финал ғой енді. Аргентина мен кім? Испания. Енді Испанияға балет етем. Неге Месси емес, Аргентина емес? Месси енді ол да. Итак, Месси ғой дейсіз? Месси ол. Напротив болу керек қой. Иә, дұрыс айтасың. Испанияда кім бар атақты? Атақты көп тани бермеймін, бұрын жағы кімдер болшы еді, олар шал болып қалды ғой енді. Рамос, ұмытып қалдым аттарын. Өйткені қатты жұлдыздар емес қой, Рамостан басқа. Қазір Ямал ғой. Ямал ғой қазір. 18 жаста ма? 19 жаста Ямал. Бірақ Испания алып қояды ау деп ойлаймын. Бұйырса енді біз енді бірақ қазір енді судьяда неде жақсы ойын үшін балет етеміз енді. Бұйырса Аргентинаға бұрып отыр ғой. Бірақ Испания алсыншы деп ойлаймын. Ал Дәулет, бүгінгі әңгімеге көп рахмет. Шақыртуымызды қабыл алып, уақытыңды бөліп келдің. Шығармашылық табыстар тілейміз. Деніңе саулық тілейміз. Рөлдерің көп болсын. Отбасыңа амандық тілейміз. Көп рахмет, жаным. Үлкен рахмет. Номер 1 подкастқа шақырғандарыңызға өте қуаныштымын. Үлкен рахмет. Бүгінгі подкаст ұнаса лайк басып, пікір қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда тағы да жүздескенше.